Менің парақшама жазылған кісілер жақсы білетін де шығар. 5-6 жігіт бір достар болып бірігіп, достық дейтін ауылда мешіт салып жатырмыз. Енді бұған дейін кім мешіт салып көріпті дейсіздер? Енді өзіміз ақша салдық, бір демеушілер тарттық, халықтан демеу сұрадық. Қадари халімізше сол мешітті салып жатырмыз. Бітуге де таяп қалды. Бұған дейін кім мешіт салып көріпті дейсіздер? Бір оңайда болып жатқан жоқ. Бірақ айтайын дегенім, онсыз да оңай болмай жатқан шаруаны негатив пікір жазып, коммент қалдырып, бір неге мешіт сала бересіңдер, мешіт көбейіп кетті ғой, одан қайта спорт зал салмайсыңдар ма, одан қайта мектеп салмайсыңдар ма, көпір салмайсыңдар ма, мұқтаждарға көмектеспейсіңдер ма деген сияқты небір ақылмандар табылып тұр. Кәдімгідей көңіліңе келеді, кәдімгідей бір демотивация былайша айтқан кезде. Айтқым келетіні, жігіттер, онсыз да біз өз аз қазақтың баласымыз, онсыз да санымыз өте аз, 20 миллионға енді-ақ жеттік деген сияқты. Біз бір мешіт салғымыз келді, біздің жігіттер. Біз мешіт салдық. Сіздер спорт зал салғыларыңыз келе ма? Сіздер спорт зал салыңыздар. Немесе ауылдарыңызға көпір салғыларыңыз келе ма? Сіздер көпір салыңыздар. Немесе мектеп салыңыздар. Біз сіздерді қолдайық, жандарыңыздан табылайық, бір жандарыңыздан жалау болуға, бір жандарыңызға тырысайық. Мешіт көбейіп кетті дейді. Мешіт көбейіп кеткен жоқ. Мысалға біз салып жатқан мешіт ауылда, Достық ауылында мешіт жоқ. Ол ауыл түгілі төңірегіндегі 4-5 ауылда мешіт жоқ. Сондықтан кім қандай бір өзі жақсы көретін, бір игі істің үстінде болғысы келетін шаруамен айналысқысы келе ма, сол шаруамен жақсы көретін шаруасымен айналыссын. Басқа жігіттер кер тартып, етегінен тартып отырмай, керісінше бір-бірімізді қолдайық жігіттер. Елге қызмет ету деген бір Астанадағы ақжағалының, министр мен депутаттың ғана міндеті емес, кез келген қазақтың жігітінің міндеті. Әлгі жақсылық Үшкемпіров атамыз айтатын сөз бар еді ғой. 5000 ғана бір ауыл бар шығар ары кетсе Қазақстанда. Бір 5000 қазақтың жігіті бірігіп, сол бір 5000 ауылымызды бір көтеріп жіберейікші деген. Сондықтан жігіттер бір-бірімізді етектен тартпай, керісінше қолдап, бір-бірімізге демеу, бір-бірімізге поддержка берейікші өтініш.